Эритроциттер дегеніміз қанның қызыл ядросы денешіктері. Ол екі жағы ойыс, диск пішінді. Эритроциттердің негізгі қызметі өкпе арқылы келетін оттегіні бүкіл мүшелерге, ағзаларға тасымалдап, оттегімен қамтамасыз ету және олардан шыққан көмірқышқыл газын өкпеге әкеліп сыртқы ортаға шығарып тастау болып табылады. Эритроциттер организмде ең көп клеткалар болып табылады, яғни біздің денеміздің әрбір төртінші клеткасы эритроцитке сәйкес келеді. Және эритроцит бұл қанға негізгі қызыл түс беріп тұрады. Ол құрамындағы гемоглобинге байланысты. Әрбір эритроцитте шамамен 270 миллион гемоглобин болады. Гемоглобиннің өзі гем, яғни темірден, және глобин белоктан тұрады. Эритроцит негізінен сүйектің қызыл кемігінде түзіледі және ол 120 күн, яғни 4 ай өмір сүреді. Одан кейін тіршілігі аяқталған соң бауырға немесе көкбауырға барып тіршілігін жояды. Әрбір секундта 3 миллионға жуық эритроцит өзінің тіршілігін жойып отырады. Бірақ соған сәйкесінше осыншама эритроцит қайтадан сүйек кемігінде түзіліп тұрады. Шамамен эритроциттің мөлшері ер адамдарда 4 пен 5 көбейтілген 10-12 дәрежесі, әйел адамдарда 3,7 немесе 4,7 көбейтілген 10-12 дәрежесі. Бірақ бұл көрсеткіштер лабораториялық аппараттардың әртүрлілігіне байланысты, әрбір лабораторияда өзінің шекаралары болуы мүмкін. Эритроциттің көбеюі эритроцитоз, ал азайып кетуі эритроцитопения деп аталады.